Ассалаумағалейкум, эфирде сұхбат. Бүгін бізде қонақта жас әнші Асхат Тарғынов. Сіздермен бірге мен Мұхит Сапарбаев. Асхат, студиямызға қош келіпсіз. Қош көрдік. Сіз өз көрермендеріңізден халықтан жасыратын бір ақпаратты білемін. Қызылорда облысынан келе жатып, жол көлігіне тап болыпсыздар. Жол көлік апатына сиыр зардап шегіп, сиыр о дүниелік болып кетті. Оны қайдан біліп қойдыңыздар? Біз енді журналистеріміз ғой, біз бәрін білеміз ғой. Қалай болды ол жағдай, сол туралы айтып беріңізші. Негізінде бұл ақпаратты мен таратқан жоқпын негізінде, бірақ ана жерде Қызылордадан мысалға ол оқиға болды, біраз адам көрді. Өйткені жолдың үстінде болғаннан кейін жолаушылар былай өтеді. Біреу танып жатыр, біреу не жатыр. Кешегіде осы инстаграмға біреу жазыпты. Асхат танып, неге Қызылорда облысына келіп, осындай жерде кішкене автокатастрофаға түсті деген. Ол Құдай сақтасын, енді болған рас, бірақ біз ден аманбыз. Енді ол ұсақ-түйек деп айтса да болады. Енді қайдан білейін, кішкене ол жерді біз білмейміз. Қармақшы деген ауданға барып келе жатқанбыз түнде. Қараңғыда ол жолдың бойында мал көп жайылады екен түнге қарай, әсіресе. Сол кезде кішкене сиырдың қашар дейді ғой, сиырдың кішкене баласы жүгіріп шықты. Енді аяқ астынан сондай жағдай болып қалды, болған рас, бірақ машина зардап шекті, сиыр дер кезінде пышақ болмай қалды да, мауыздап адалап қалатын. Бір 2-3 минуттың ішінде сиыр жан тапсырды. Енді сосын енді ол жерде біз қашып кеткеніміз жоқ. Ішкі істер бөліміне хабарластық, полицияны шақырдық, сиырдың иесін таптық. Енді біз ол жерде гастрольде жүргеннен кейін асығыс болдық. Бір жағынан, екінші жағынан ол кісілерді бізден өнер жүргесін, халықтың адам болғаннан кейін түсіністікпен қарап, ол жаңағы сиыр малының иесіне шығынын төледік. Сонымен келдік Алматыға. Көлікті жөндету үшін қанша шығынға түстіңіз енді? Оны айту керек па? Енді көлік жөндету үшін енді 400 мың теңгедей шығын шығайын деп тұр. Қазіргі кезде Қарасай ауданында кеше ғана мынандай бір дау-дамай болды. Сіздің әріптестеріңіз Бағдат Самидинов, Айқын Төлепберген, Роза Әлғожа барып қоймай концерт беріп, билеттерін мұғалімдерге сатқызады екен, залға халық жинау үшін. Жалпы соған қалай қарайсыз сіз? Ауылдағы қиналып отырған ағайынға кешке дейін барып концерт беру дұрыс па жалпы? Мен енді ол кісілердің ондай жағдаймен естімеппін, сізден бірінші естіп тұрмын. Ол кісілер бұрыннан өнерде жүрген, өнердегі тарлан әпкелеріміз, бауырларымыз болғаннан кейін ол ондай жағдайға барады деп ойламаймын. Өйткені ол кісілердің тәжірибесі мол, мысалға ол концерт әркімнің өзінің мысалға жарнама ретінде, ол концерттен ешкім пайда табу үшін бармайды. Мысалға жолы бар, шығыны бар, ана жердің арендасы бар төлейтін дегендей. Бірақ енді негізінде концерт қоймай кеткен дұрыс емес негізінде. Ол қандай әнші болмасын, барғаннан кейін қанша билет өтті, 10 билет өтсін, 20 билет, 50 билет, 100 билет өтсін, концерт қойылуы керек. Бірақ енді әрине қиналып отқаннан қазір енді жағдай енді кейбір жерде жақсы, кейбір жерде жаман. Ол қинап билет таудың өзі енді қазір енді қиын, енді ауыр өткені, халыққа да қиын. Артистер көп болып кеткен жоқ па соңғы кездері? Енді менің ойымша әншілердің көп болғаны жақсы деп ойлаймын. Себебі бізде 17 миллион халық бар, оның 8-9 миллион қазақ дейік. Оның ән тыңдайтыны бір 3-4 миллион ғана. Мысалы, ән тыңдамайтындар да бар, мысалы. Сондықтан да әншінің көп болғаны қазақ әндерінің көбейгені жақсы деп ойлаймын. Қазақстандағы эстрада баяғыда екіге бөлініп кеткен, ол қазақ эстрадасы, екіншісі казахстанская эстрада дейді өздерін. Орыс тілінде ән айтады, сіздерді аса менсіне қоймайды, сырттарыңыздан мәмбет деп алалайды. Енді ол жағынан білесіз бе, сіз хабардарсыз ба? Енді ол жағынан енді мен бұнда үлкен өнер ордасына келгеніме бір жыл бола қойған жоқ, сондықтан да оны талқылап айту мен үшін әлі ерте деп ойлаймын. Бірақ та мен енді өз пікірімді айтайын. Сырттай жүріп естейтінбіз. Ақтөбеде тұрғанда да осындай әңгімелерді ұзын құлақтан естейміз. Бірақ енді мәмбет деп айтатындардың өздері мәмбет. Ол мысалға қазақ бауырларымыз көтеріліп шығып жатса, қазақ өлеңдерін айтып жатса, қаншама әншілер бар тым жақсы көтеріле алмай жүрген, шыға алмай жүрген. Ол мысалға
меніңше жақсы деп ойлаймын, көзі шықса. Асхат Тарғынов қайдан пайда болды қазақ эстрадасында? Қалай пайда болғанда мен енді аспаннан салбырап түскем жоқ. Осы Ақтөбеде облыстың да жүрдім. Өзім әнім салып, сол облыстың деңгейіндегі сол облысқа белгілі әнші болдым. Енді біз Ақтөбеде тұрғаннан кейін жер шалғай, келіп кетудің өзі қиын. Алматыға жылына бір 2 рет, 3 рет қана келеміз. Оның өзінде әніміз жаздырамыз, записіміз жаздырамыз да, басқа да шаруаларымызды бітіріп қайтамыз. Телевидениеге кіру, ондай концертке кіру деген өте біз үшін қиын болды. Танымаймыз көп ешкімді. Сөйтіп жүргенде бір Аллахтың қалауымен осы әнді хит қылып берді. Сол осы бірінші алды, екінші осы чип-чиптің арқасында осы Алматыға келіп қалдық. Құдайға шүкір, өнердегі әпке ағаларымызбен қатар жүрміз. Әйтеуір біреуден ілгері, біреуден кейін. Осыған шүкіршілік етемін. Демеушіңіз кім? Менде жұмыс жасап жатқан 2 жігіт бар, пиар директорым, сосын көмекші администратор дейді. Сол 2 жігіттен ақыл сұрап, 2 жігіт көмектесіп тұрады. Ал жалпы демеушім енді ақша беріп, Асхат міне саған $10,000, Асхат міне саған $20,000. Жоқ, ондай $10,000, $20,000. Шетелге барып клип түсіре қой. $20,000 берген адам жоқ. Бірақ дегенмен де азын-аулақ көмектескен адамдар бар. Өнерде жүргенде ол кісілер Ақтөбеде тұрады. Ақтөбеден маған басында жүргенде осы көмектесіп, шамалы клипіме көмектесіп, бір клип түсіріп берді. Оның өзіне рахмет, шүкіршілік. Содан бастадым жаймен-жаймен. Сол кісілердің демеушілік, сол кісілердің жаңағыдай ақылы, мысалы өнердегі ағаларымыз Ақтөбедегі Қанат Айтбаев, тағы да кім Әділбек Сарин, өзіміздің өнерде жүрген ағаларымыз сол ақылымен осылай деп ән жаздырсақ та мысалы ақыл сұраймыз, мынанда қалай болады, сондай ақылмен жаймен-жаймен ағаны тыңдап, ағаның ақылын тыңдап өскен қазақпыз ғой. Сол Чип-чип әніне билеу үшін көрермендер, тыңдармандарыңыз сізді қанша мың төлеп шақыра алады өз кештеріне, тойларына, жақсылықтарына? Енді ол мұнша алам, мұнша нетем деп айтпай-ақ қояйын, құпия болсын, бірақ әйтеуір халықтың да жағдайына қараймын. Менде қатып қойған, мен жоқ, мына сені беріңіз, мына ақшаны беріңіз, мен олмайса бармаймын деген менде ондай жоқ. Әркімнің жағдайына қараймын. Кейде тегін баратын жағдайлар бар. Сұраныстасыз ба? Шүкір, иншалла болады. Осы ән арқылы, осы клип арқылы, осы чип-чип деген бағыңызды ашқан ән арқылы қандай дәрежеге жеттіңіз қазір? Меншігіңізде не бар? Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, біріншіден мен дүние қоңыз емеспін. Бұрыннан да жағдайым шүкір. Енді ең бірінші мен үшін қуанатын ол достар таптым. Біраз достар таптым. Өнердегі бұрын теледидардан көріп, қолым жетпей жүрген андасында бір көріп қаламыз. Әйтеуір осы жігіттермен таныссам деген, аралассам деген ой болатын. Қазір сол кісілермен қазір доспын, достарым көбейді, жан-жағым көбейді. Сондықтан да енді өзімнің бас неге келетін болсам, Құдайға шүкір, үй-жайым бар, көлігім бар, жаймен-жаймен жүріп. Концерт қашан? Қай жақта, Алматыда ма? Концерт беретіндей дәрежеге жеттіңіз бе? Репертуарыңызда қанша ән бар? Жоқ, репертуарымда әндерім бар, концерт беретіндей, бірақ енді концертке үлкен дайындық керек. Мен енді кеше келіп алып, 1 жыл болған жоқ, мен концертке маған ерте. Өзі Абай Бегей ағамыздың өзі 8 жыл болды, мысалы Алматыға келіп қатынап жүріп, Алматыда жүргеннің өзінде сол кісінің өзі мысалы кеше ғана берді мысалы. Сондықтан үлкен бір жерге үлкен дайындық керек. Бірақ Абай Бегейді халық танығаны 1-2 жыл ғана болды ғой. Енді ол бұрыннан осы жерде жүрді ғой, қыр-сырын біледі. Өнердегі ағаларымыз таниды мысалы көбісін. Сондықтан да ол біріншіден адамға үлкен тәжірибе керек, екіншіден қаражат керек. Өйткені білесіз, Республика сарайының қанша екен аренасын. Сондықтан да үлкен дайындық керек. Мен бұған дәл қазір биыл жарым дайын емеспін. Мүмкін кім біліпті, сәт түсіп кетсе. Сізге спонсор болайық деген ел ағалары болды ма осы? Асхат бауырым, мен саған концертіне көмектесейін, клипіне көмектесейін деген. Концертіме көмектесейін деген концерт туралы болған жоқ та, бірақ енді жалпы өнеріме, енді клипіме көмектесем, хабарлас деген ағаларым бар. Шүкір Құдайға. Бірақ енді мен әлі бір клип түсіретін бір ән таппай жатырмын, бір ыңғайлы бір ән болса, клип түсіруге. Чип-чиптің ғұмыры қанша? Оны бір Алла біледі.
ол еш нәрсе мәңгілік емес. Сен де мен де мәңгі емеспіз. Сондықтан да ол әр нәрсеңіздің уақыты бар. Кезінде Қызылөрікте болып, мысалға Ақмаржанда болып, енді чип-чипта мысалға уже уақытны 1-2 жылдан кейін ол да тоқтайды. Мысалы оның орнына басқа ән шығады, басқа әншілер шығады. Сондықтан да оны сен мен білмейміз оны. Тағы да клип түсірейін деп жатыр екенсіз. Чип-чип әніне жаналап, жаныдап, өнде қара нәсілді жігіттермен бірге. Жалпы осы қара нәсілді жігіттерге деген құмарлық қайдан пайда болды? Абай Бегей ол түсірді, ол енді сіз түсіріп жатырсыз. Ол жаңа қара нәсілдіктерге құмарлықтан емес, оны біріншіден. Екіншіден мен ол қара нәсілді жігітке мен екеуміз айтып түсірейік деп мен барғаным жоқ. Ол жігіттің өзі мені іздеп танысты, бір жігіттер арқылы кездестік, жолықтық, таныстық, солай сөйтсе ол жігіттің Африка елінің жігіті екен, қара нәсілді. Енді Алматыда жүргеніне 10 жыл болған екен, қазақша біледі екен, қазақша, орысша, қазақша әндері бар екен айтатын. Шәмшінің әндерін айтады екен, 1-2 әндерін тыңдадым. Сол маған қолқа салды, осылай енді сізбен дуэт айтсам деп едім деген. Сосын енді мен жалғыз емеспін, қасымда ақылшылармен, көмекшілермен ақылдастым. Енді көрейік дедік енді. Кеше біреулер айтып жатыр енді, Абай ағаңды қайталап жатқан жоқсың ба деп. Енді ол может қайталаған болар, может қайталамаған болар, бірақ та ол біз енді қай уақытта да алдыға қарап үлгі тұтамыз ғой. Ешқандай Абай ағамызға еліктеп, сол кісілердің мысалға істеген жасап естігім ешқандай ұяты жоқ деп ойлаймын. Сонымен екеуміз дуэт жаздық, бірақ енді клип түсіру жағын уақытын кішкене белгілей жатырмыз. Өйткені ораза келе жатыр алдымызда, күн болса ыстық. Енді ол жігіт барлығын, жаңа клиптің шығынын, барлық енді шетелге барып түсіреміз деп өзі ұсыныс жасап жатқан. Жаңа айттым ба? Клипті кім төлейді? Сол барлығы шығын өзі көтерейін деп жатыр. Мен тек мен дуэт айтам. Енді берған көреміз енді. Біз енді қазақ кеңбіз ғой енді. Мен сізді осы Қазақстанда, осы Алматыда өлең айтып, тойына, жиынына, мероприятиясына барып жүрген жігіт. Асхат, той бизнестегі, шоу бизнестегі сіздің бәсекелестеріңіз кімдер олар? Мен енді сіздің алдыңызға түсіп кетті болса. Мен шынымды айтайын, мен ешкіммен бәсекелеспеймін. Мүмкін бәсекелесетіндер бар шығар менімен, бірақ мен ешкіммен бәсекелеспеймін. Өзі Аллах жаймен береді. Жақсы нәрсе ойлап, жақсы адамға жамандық ойламасаң, жақсы түзеп жүріп, жақсы нәрсе ойласаң, өзі рет-ретімен келеді. Мен бермей қалса, нетпей қалса, мен өкініп нетпеймін. Осы дәреженің өзі маған шүкіршілік жаймен жалғаса береді ғой. Шоу бизнесте баяғыда таласы, оны көре алмай, анаған жетемін деп ойды. Ондай менде жоқ. Баяғыдан келе жатқан тарландары сізді қалай қабылдады? Енді білесіз ғой енді бұл әнге көп сын тағылды, біраз әңгімелер айтылды. Енді сын тақпаған адам қалмады. Естімегенімді жоқ. Енді бетіме тік айтпағанмен сыртынан айтатындар көп болды. Не деп айтады? Енді өзіңіз көріп жатсыз, интернет желіден естисіз, мынау жаңағыдай не ән дегендей. Бірақ енді бұл ән хит болмағанда бұндай әңгіме болмас еді. Бұл ән хит болғасын осындай әңгіме болып жатыр. Бір екіншіден мен бұның хит болатынын мен білген де жоқпын. Енді шыны керек тойды кәсіп етеміз, той бизнесте жүреміз, сондықтан мен енді тойға ғана жазырттым. Тойға ғана айттым. Өзі халық автомат түрде хит болып алып кетті. Оны халық хит қылған мысалға. Шоу бизнесте Асхат Тарғынов десе, мынандай алып қашпа әңгімелері бар. Асхат Тарғынов үйленген дейді, Асхат Тарғынов ажырасқан дейді. Асхат Тарғыновтың ажырасқан әйелінен бала шағасы бар екен дейді. Асхат Тарғыновта мен білуімше шаңырақ көтермеген ешқашан. Сол туралы не айтасыз сіз? Енді бұл жайында бұл менің өткен өмірім, сондықтан да кейінге көз жүгіртіп, оны айтуға мен қарсымын. Ажырасқаныңыз рас қой? Айтпай-ақ қояйын. Ажырасқаныңыз рас қой? Бұл сұраққа жауап бермей-ақ қояйын. Бірақ енді менің өтіп кеткен өміріме кейін қарай қайтқым келмейді. Шаңырақ қашан көтересіз? Иншалла осы
негізі биылдан қалмай көтеремін деп уәде беріп қойғанмын ғой. Енді кішкене ет болып жатыр, бірақ сәтін салса аяқ асты ғой енді. Енді үйлену керек, бәрі сол мені күтіп отыр, ағайын туыс, бәрі әке-шешем. Биыл үйлену керек енді, қалай болғанда. Қазір шоу-бизнес деген экранда, тойда жүрген кісілерді, концертте жүрген кісілерді бәрі бай, бақуат деп ойлайды. Мен білуімше, сіз қазір бір жас әнші жігіттермен бірге пәтер жалдап тұрасыздар. Өз үйіңізге енді қол жеткізіп жатырсыздар. Енді алып жатқан шаңырағыңыз туралы айтып өтсеңіз. Бізді көріп отырған сіздің может потенциалды әйеліңіз көріп қалар. Жалпы қандай үйге көшейін деп жатырсыз? Енді ол келетін адам ол үйге қарап келмейтін болар енді. Мен енді асып баратқан бай емеспін. Асып баратқан енді мықты кедей емеспін. Құдайға шүкір, орта қол адамдардың қатарындамын. Біреулер ойлайтын шығар бай деп, біреулер ойлайды мысалға айына миллиондап тауып жатсың ғой деген сияқты әңгімеде көріп жатады, естіп жатады. Енді айына қанша тауып жатсыз, айтыңызшы, оны есептемейді екенмін, шынымды айтсам. Бірақ қанша табасың, сонша жұмсайсың ғой. Шыны керек. Ақша көп кезде есептеледі. Көп кезде көп тапсаң, көп жұмсайсың. Мысалға кезінде Ақтөбеде 30 мың, 40 мың, 50 мың табатынбыз бір тойдан. Соның өзі жететін ғой. Соған киімді аламыз, әйтеуір жинап, әйтеуір әнімізді жаздырамыз арасында Алматыға келіп. Енді қазір енді жаңағы баспана жөнінен жақында енді алғаным рас, енді бұйырса кішкене ремонт жасап, енді кірейін деп жатырмын. Кәдімгі этажды үйден алдым. Қанша бөлме? 2 бөлме. Шүкір. Әріптестеріңіз секілді зәулім сарай соғуға әлі енді ол үлкен қаражат қой, әлі ерте. Енді мені көбісі жас әнші деп жүреді, бірақ енді жасымыздың өзі біразға келді. Бірақ енді келгеніміз кеше ғой осы Алматыға. Не туралы армандайсыз, Асхат? Енді арман көп қой адамда. Мақсат көп. Бастысы. Мақсатың бар, арман. Енді бастысы адам болып келгеннен кейін иншалла кішкене иман келтіріп, иманға келіп адам болып отыру. Қазақстан Республикасынан премьер-министрі кім? Ислам Каримов бісі. Кәрім Мәсімов. Кәрім Мәсімов. Ислам Каримов деген Өзбекстан мемлекетінің президенті. Кешіріңіз. Алматыда Кәрімді айтыру соны білем. Алматыда автобусқа отыру үшін қанша пұл төлейсіз, қанша ақша төлейсіз? Мен қазір білмеймін да, мен басында келгенде отырдым. 85 теңге ме екен, 100 теңге ме екен, 15 теңге. Қазір мүмкін қымбаттаған. Қазір қанша? Қазір мен мінгем жоқ, біраз. Қазір 80 теңге тұрады. Мен 85 теңге төледім мен. 80 теңге мен. Алматы қаласының әкімін танитын шығарсыз мүмкін. Иә, Ахметжан Есенов ағамыз. Тойларына шақырып тұра ма ол кісі сізді? Енді жабық есік жағдайында өтетін бір-екі рет барғанмын. Кештер. Барғанмын рас бір. Сіздің әніңізді ұнатады дейді қаланың әкімі. Иә, ол кісінің өзі бір жиылыста жаңағы жабық кеште болғанда қолымды алып, танысып, рахметін айтып, қай жақтың жігісін сұрап, атың кім деп енді ол кісілер недегі саясатта үлкен ел басқаратын адам болғаннан кейін мен толық жөнін біле бермейді, бірақ әнді білгенмен. Сол жеңгейі келіп, қасында апай қай жақты екенін сұрап, танысып, рахмет деп тілек тілеп жатыр да. Өнерің өрге жүрсін деп, үлкен қуаныш мен үшін. Сол кезде жабық есік жағдайында өткен кеште қанша рет айттыңыз чеп-чепті? 3 рет айттым. Қонақтар биледі ма сіздің әніңізге? Биледі. Биледі енді, билету үшін барамыз. Чеп-чептен кейін не болады? Чеп-чептен кейін оны Құдай біледі енді. Әндер жазып жатырмыз, жазып жатырмыз, бірақ енді оны қай ән жарып шығатыны белгісіз. Сондықтан бір сәт салады өзі. Қанша ән бар қазір репертуарда? Мүмкін жармайды. Репертуарда қанша ән бар? Репертуарда енді айтылатыны бар, айтылмайтыны бар. Бір 40 әнге барды дейміз. 35-40-қа барды. Біздің көрермендерімізге хит әніңізді орындап беріңізші. Осылай ма? Иә. Мария арман едің, о-хо-хо, жұлдыздай жанған едің, о-хо-хо,
жүректің болған емі, охо, өзіңсің жаным. Ай, чип, аха. Мынандай тағы да алып қашыпқа әңгіме бар. Шоу-бизнесте бір танымалдылыққа жету үшін төсек арқылы бір сынақтардан өту керек дейді. Оған қалай қарайсыз? Құдай сақтасын, оны ондай айта көрмеңіз. Оны өйтіп ақпарат таратудың өзі дұрыс емес. Айтудың өзі, кешіріңіз, сіздің сұрағыңыз бұл да өйткені болып жатқан жағдай ғой бұл. Сіз көзіңізбен көрдіңіз бе? Көзіммен көрмесем де естіп жатырмыз. Енді ол шоу-бизнестің ішінде мен сіздермен бірге қайнап жүрген шетелде, шоу-бизнесте қайнап осы қызмет етіп жүрген кісілерден естіген әңгімеміз. Енді ол Құдай сақтасын, ол вообще мүлдем дұрыс емес нәрсе. Біздің адам баласына ол керек емес. Ол мен естидім шетелде сондай болады деген, мысалы мына жақын, мысалы Россияда сондай болады деген естидім. Бірақ енді Құдай сақтасын, енді оған мен екі қолымды көтеріп қарсымын. Ол деген қалай, ол білмеймін, ол жағын менің миыма да кірмейді ол. Сондықтан бұлай болмау керек бізде. Именно осы Қазақстанда ондай болмау керек деп ойлаймын. Сондықтан оның айтудың өзі де дұрыс емес деп ойлаймын. Жаңадан шыққан әншілерде Асхат Тарғанов, Абай Беге, Ернар Айдар қазір көтеріліп, жақсы халықтың ықыласына бөленіп жүрген әншілерде. Сіздерде бір емес, бірнеше әкімшілер жүреді қастарыңызда. Ол сіздермен бірге келген администратор деп айтасыздар өздеріңіз. Ол сіздермен бірге келген жаңа бір толқын болды. Халық әртісі Мақпал Жүнісовада ешқандай әкімші жоқ. Телефонына хабарласан өзі көтереді телефонын. Әлде сіздерде жұлдыз ауруымен ауырып қалғансыздар ма? Құдай сақтасын. Мақпал апайды енді ол оны білмедім, Мақпал апайдың өзі. Енді әркімнің өзі біледі ғой. Ернар Айдар мысалға, Абай Бегейді мысалға, ол былай ғой. Ернар Айдар тіпті телефонын көтермейді. Мүмкін телефон ұстамайтын шығар ол кісі. Қайдан білесіз? Көтермейді. Телефонын бермейді да. Енді былай ғой, бұл жерде менің өз пікірімді айтайын. Өзім басымнан өткенді айтайын. Сізге не үшін керек? Мен басымнан өткенді айтайын. Басында келдім осы жаққа. Ән қиып мысалы, шақырту көбейіп кетті. Мен өзі бір нөмір, бір телефон қолымда. Жалғыз өзім тек пиар менеджер алдым. Жалғыз өзім қалған жұмысты үлгеру мүмкін болмай қалды. Бас деген кәдімгі жарылуға келді кәдімгідей. Телефон зависеть етіп қалды кәдімгідей. Өйткені тойларыңыз звондайды бір, екінші осы нөмірді халыққа таралып кеткеннен кейін, енді бойдақ болғаннан кейін қыздар көп звондайды, жазбайтын жоқ мысалға. Оның қайсы біріне қарайсың? Оның араласып күнделікті адамдарың бар, ағайын туысың бар, жазырып күнделікті істеп отқан тіршіліктерің бар, мысалға әнің бар, анда-мында барып өтесің, өзің бүгін анда-мында барамын деп жоспар құрасың ғой. Сол кезде ана шаруаның бәрін телефон кедергі болады екен, көп кедергі болады екен. Үлгермейсің, ұмытып қаласың. Мен өзім ұмытшақ адаммын, оның үстінде шаруам былай былығып кетті. Бір тойда алғам, мысалға мына жаққа бір тойда алып келісіп қоям ба, ол күнге мысалға басқа жаққа той алып қоям, байқамай қалам, ана той жазуды ұмытып кетемін, сөйтіп жатқанда, жазамын деп жатқанда басқа бір өзімді айтып, басқа тірлікке жүріп кетіп қаласың да, жазылмай қалып қояды. Тойдың үстінде той алып қойған күндер болды. Ұят болған уақыттар болды. Сол кезде маған пиар менеджерім маған айтты, сен администратор ұста деді. Телефоныңның нөміріңді бер, сол тойыңа, басқа шаруаларыңа сол айналсын, сен өзіңнің тек жеке шаруаңмен әніңді, күнделікті өзің баратын жерлеріңді, тіршіліктеріңмен айналыс. Сол кезде ғана реттеді. Сол кезде мен көмекші алдым. Сол кезде барып кішкене миымыз босап әйтеуір басқа тірліктерге үлгеретіндей не болады. Енді жұлдыз ауру емес дейсіз ғой. Жоқ, Құдай сақтасын, ол жұлдыз аурулықтан емес, ол үлгермегендіктен. Үлгермейсің мысалға. Бір адамға демаласың, ұйықтайтын уақыт болмай қалды мысалға. Шыны керек. Ұйықтап жатсаң звондап жатады. Телефон сөндіресің, қоссаң ұйқыдан тұрып. 40-45 пропущенный звондаған адамдар. Қайсы біріне звондап үлгересің. Сосын жұрттар ойлайды, ауылдағы достарым бар, басқалар бар. Телефон көтермейді. Я съемку деп отырасың, мысалға осындай. Көмекшінде болса, көмекшің өзі сөйлесіп, мысалға шеше береді шаруаны. Телефон көтермейсің, безбол қойып қоясың. Жұлдыз ауру көтереді. Қазіргі шоу-бизнесте администратор, әкімші дейді ғой. Оларсыз жұмыс істеу мүлде мүмкін емес. Енді мен үшін мүмкін болған жоқ басында. Қазір сосын көмекші алдым. Ол бір жағынан
өзіңнің де кішкене дәрежеңе байланысты әйтеуір хабарласқан адам кішкене о көмекшісі бар екен деп мысалға сол мысалға самолеттің ұшатын баратын билетіңді сол алып жатады мысалға әр баратын жаңа билетті өзіңе жүгіріп жүрмейсіз ғой мысалға басқа да тірліктерің бар дегендей сондықтан көмекші болған дұрыс екі адам болса бір бастан гөрі екі бас болса жақсы жұмыс жасайды мысалға Чеп-чеп әнінен ғұмыр ұзақ болсын Асхат. Сұхбатқа рахмет. Рахмет сізге. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Сізге творчестволық табыс тілеймін. Бүгінге осы сіздермен бірге болған мен Мұхит Сапарбаев. Бүгін бізде қонақта болған жас әнші Асхат Тарғанов. Эфирде жүздескенше.